Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен мен Айкерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздермен бүгін өзімнің арнамда үй жағдайында жасалатын және де дүкендерге сатылымға шығарып табыс таба алатын тегін мастер-классымен бөлісетін боламын. Ендеше достар, видеоны менімен бірге соңына дейін тамашалаңыздар. Ең алдымен біз пирогымызды дайындамас үшін бірінші оның қамырын дайындап алуымыз керек. Қамырына бізге бір дана жұмыртқа және де қант қосатын боламыз. Енді осының үстіне бөлме температурасында жібіп тұрған сары майымызды салып алатын боламыз. Вилкамыздың көмегімен жақсылап барлығын езіп араластырып аламыз. Майымызды жақсылап езіп болғаннан кейін үстіне құрғақ заттарымызды саламыз, яғни ұн мен қопсытқышымызды жақсылап бірінші араластырып алыңыздар. Енді барлығын біріктіріп, жұмсақ етіп қамырымызды илеп алатын боламыз. Дәл осылай қолдың көмегімен жақсылап мұжқылап тұрып, арасында ешқандай түйіршік қалмайтындай қамырымызды илеп алатын боламыз. Мінекей достар, біздің қамырымызда жұмсақ, қолға жабыспайтындай болу керек. Егер сіздерде астына мен қалдырған рецепттер бойынша дәл жасасаңыздар, сіздердіңкі де дәл осындай керемет болып шығатын болады рецепттеріңіз. Енді осы дайын болған қамырымызды пакетигімізге салып, жарты сағатқа демалдыратын боламыз. Біздің қамырымыз дайын болам дегенше біз сол аралықта начинкамыз дайындайтын боламыз. Яғни бізге начинка үшін осындай 20% қаймақ қажет болады. Оның үстіне осындай қоюландырған сгущенкамызды салып алатын боламыз. Және де үстіне жұмыртқаларымызды бөліп салып алатын боламыз. Енді осының үстіне достар, осындай менде живой йогурт, яғни тірі йогурттарымызды салып алатын боламыз. Бұл бізде йогурт пирог болғаннан кейін міндетті түрде осындай йогурт қолданатын боламыз. Мен осы жерде осындай құтының 4-еуін пайдаландым. 3-еуі немесе 4-еуі де жеткілікті достар. Йогурттарымызды салып болғаннан кейін осылай ас қасықтың көмегімен үстіне бір ас қасықтай кукурузный крахмалын салатын боламыз. Дағыны барлығын венчигіміздің көмегімен жақсылап жаймендеп араластырамыз. Қатты араластыруға мүлдем болмайды достар. Мінекей достар, біздің начинкамыз да дайын болды. Бұны ұзақ уақыт араластыруға да болмайды. Енді ыдысымызды майлап аламыз. Дағыны дайын болған қамырымызды ішіне орналастыратын боламыз. Біздің қамырымыздың шет-шетін барлығын біркелкі етіп орналастыратын боламыз. Енді осының үстіне дайындаған сұйықтығымызды жақсылап құйып шығатын боламыз. Барлығын бір тегіске етіп, барлық жеріне жеткізіп, осы аралықта пештеріңізді қыздырып қойсаңыздар болады. Міндетті түрде пирогымызды қызып тұрған пешімізде 180 немесе 170 градусымызда 30-35 минуттай пісіріп алатын боламыз. Ал пісіп шыққан пирогымызды достар міндетті түрде суытып барып, осылай ыдыстарыңыздан алсаңыздар болады. Суығаннан кейін кішкене 1 сағат тоңазытқышта ұстап аламыз. Дайын болған пирогымызды міндетті түрде суытып және де тоңазытқышқа 1 сағат қойып қоятын боламыз. Содан кейін барып кессеңіздер, кесілген кезде әдемі болып осылайынан кесіліп шығатын болады пирогтарыңыз. Мінекей достар, менің пирогымның жасалу жолы сіздерге ұнаса, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Себебі менің салған видеоларым сіздерге бірінші болып көріну үшін. Менімен бірге видеоның соңына дейін тамашалағандарыңызға сіздерге көп рахмет. Келесі осындай керемет дәмді рецепттермен кездескенше мен сіздермен қоштасамын. Сау болыңыздар достар.